Дала тым-тырыс еді. Жел ғана сарғайған шөптің басын баяу тербейді. Сол кең далада бір кездері адамзат қауіпті деп атаған қасқыр бүгін ең қасиетті аманатқа айналған. Жас сәби тастанды. Анасының көз жасы кеппей жатып, тағдыр оны осы далада жалғыз қалдырған. Түн түсті. Суық түсті. Қорқыныш түсті. Бірақ өлім келген жоқ. Қасқыр келді. Ол сәбиді жемеді. Ол сәбиді қорғады. Өзінің жылы жүнімен жауып, тынысын тыңдап жатты. Қара көздерінде ашу емес, мейірім бар еді. Ана қасқыр секілді адамнан да артық адамшылық танытты. Ал алыстан бәрін көріп тұрған ана. Балаға қолы жетпеді. Бірақ жүрегі жетті. Ол білді. Қызын қасқыр емес, қатыгез адамдардан қорғау керек еді. Сол түні далада бір аңыз туды. Адам емес, қасқыр сақтап қалған бала туралы. Содан бері ол қыз қасқыр деп аталды. Жабайы емес, еркін. Қорқынышты емес, қайсар. Жалғыз емес, рухы мықты. Жылдар өтті. Дала сол қалпы қалды. Ал бала ол тірі қалды. Қасқырдың қасында өскен қыз адамдардың тілін кеш үйренді, бірақ табиғаттың үнін ерте түсінді. Ол желдің қай кезде қауіп әкелетінін, жұлдыздардың қашан жол көрсететінін, қасқырдың ұлығанда не айтатынын білетін. Ауыл адамдары оны көргенде қорқатын. Бұл бала адам емес дейтін. Қасқырдың қарғысы дейтін. Ал шындық басқаша еді. Қыздың көзіне қараған адам бір нәрсені сезетін. Ол көздерде жек көру жоқ. Қорқыныш жоқ. Тек шындық бар еді. Бір күні ауылға жау тиді. Ерлер қашты. Есіктер жабылды. Балалар жылады. Сол кезде дала қозғалды. Қараңғылықтан қасқырлар шықты. Ал алдарында сол қыз. Баяғыда сәбиін қорғаған қасқырдың өзі еді. Қыз артына қарамады. Ол адамдарды емес, таңдауын қорғады. Сол түні ауыл аман қалды. Ал таң атқанда қасқырлар жоғалды. Қыз да жоғалды. Қыз жоғалған жоқ еді. Ол қайтып келген жоқ. Жылдардан соң ғана ауыл шетіндегі қарт ана бір қызды көрді. Түнде ай жарығында, шашы желмен бірге тербеліп, көздері қасқырдыкіндей жарқырап тұрды. Сен кімсің? Деді кемпір. Қыз үнсіз ғана аспанға қарады. Сол сәтте алыстан қасқырдың ұлығаны естілді. Мен адам мен аңның арасындағы аманатпын, деді ол жай ғана. Қыздың жүрегінде бір ғана жара бар еді, анаға деген сағыныш. Бірақ ол анасын кінәламады. Себебі ол бір шындықты ерте түсінген. Кейде ана баласын тастамайды, тағдыр тастайды. Сол түні қарт ана бәрін ұқты. Бұл қыз қарғыс емес еді. Бұл қыз сынақ еді. Адам баласы мейірімді жоғалтқанда, табиғат оны еске салу үшін осындай балаларды жібереді. Таң атты. Қыз тағы да жоғалды. Бірақ сол күннен бастап ауылда бірде-бір бала далада жылап қалмады. Ешкім әлсізге қол көтермеді. Себебі бәрі білетін. Арада көп уақыт өтті. Қыз қасқыр енді аңыз емес, тыныш ескертуге айналды. Балалар түнде далаға шыққанда аналары сыбырлайтын болды. Жалғыз жүрме, дала сені көріп тұр. Бірақ бір қыс өте қатал келді. Аштық келді. Адамдар тағы да адамды ұмытты. Сол кезде тауда бір бала жоғалды. Іздеу салынды. Үміт үзілді. 3 күннен соң баланы қасқыр апанынан тапты. Тірі. Жылы. Қасында бір ғана белгі бар еді. Қасқырдың ізі емес, қыздың жалаң аяқ ізі. Ал апанның түбінде, қарға көмілген жерде ескі тұмар жатты. Баяғыда бір ана сәбиін қалдырғанда мойнына таққан тұмар. Сол сәтте бәрі түсінді. Қыз қасқыр әлі бар. Бірақ ол көрінбейді. Ол әділет жоғалғанда ғана көрінетін көлеңке. Ол ана көз жасы тамғанда ғана оянатын рух. Ол адам баласы шектен шыққанда ғана дала жіберетін соңғы ескерту. Сол күннен бастап ешкім қасқырды атпады. Ешкім баланы тастамады. Өйткені бәрі білді. Қыз қасқыр аңыз емес. Ол ардың күзетшісі. Қыз қасқыр анадан кеткен соң дала бұрынғыдан да тыныш болып көрінді. Бірақ бұл тыныштықтың ішінде бір сергектік бар еді.
Адамдар оны сезетін, бірақ түсіндіре алмайтын. Қыз енді бір жерде ұзақ аялдамайтын болды. Ол бір ауылда таңғы шықтай, екінші жерде кешкі көлеңкедей көрінетін. Кейде тек ізі қалатын. Кейде тек қасқырдың ұлығаны ғана естілетін. Балалар оны көргенде қорықпайтын. Олар оны түсінетін. Бір бала одан сұрады: «Сен кімсің?» Қыз сәл жымиып: «Мен сен жалғыз қалғанда пайда болатын ойымын» деді. Сол күннен бастап балалар бір-бірін тастамайтын болды. Үлкендер де өзгерді, бірақ мойындамады. Себебі қыз қасқырдың күші қорқытуда емес еді, ұялтуда болатын. Ал қасқырлар, олар да азайды. Бірақ жоғалған жоқ. Адамдар кейде түнде далаға қарап тұрып, бір нәрсені күтетін болды. Қауіп пе? Жоқ. Еске салуды. Себебі олар білді. Егер бір күні адамдар мейірімді мүлде ұмытса, қыз қасқыр тағы да анық көрінеді. Ал ол күн әлі келген жоқ. Көктем келгенде дала өзгерді. Қар еріді, бірақ адамдардың жүрегіндегі мұз ерімеді. Сол жылы бір ауылда жаңа заң шықты. Әлсіз, үнсіз қалу керек. Бөтен кінәлі. Жетім артық. Қыз қасқыр бұл ауылға түнде келді. Қасқырсыз. Жалғыз. Ол адамдардың арасына кірді. Оны ешкім танымады. Себебі ол енді бейне емес, айна еді. Кім оған қараса, өз үшін көретін. Бір үйде кішкентай қызды жертөледе ұстады. Ұят болады деді анасы. Ауыртпалық деді әкесі. Түнде жертөленің есігі өздігінен ашылды. Қыз қасқыр балаға қолын созды. «Қорықпа, сен артық емессің» деді. Ертеңіне сол үйде айқай емес, үнсіздік болды. Ата-ана тірі еді. Бірақ көздерінде бір нәрсе өлген. Ал бала жоғалған жоқ. Ол ауылдың шетінде таңғы күнге қарап тұрды. Қасында жел ғана. Сол күннен бастап бұл ауылда адамдар балалардың көзінен ұзақ қарауға қорқатын болды. Себебі кейбір көздерде қыз қасқырдың ізі қалатын. Ал дала тыныш еді. Әзірге уақыт өтті. Адамдар өзгерді деп айту қиын. Бірақ олар сақ болуды үйренді. Қыз қасқыр енді көрінбейтін болды. Қасқырдың ұлығаны да сиреді. Дала бұрынғыдай кең, бұрынғыдай үнсіз. Бір күні балалардың бірі сұрады: «Қыз қасқыр қайда кетті?» Қарттар бір-біріне қарап үнсіз қалды. Сосын біреу ғана айтты: «Ол кеткен жоқ. Ол керек болмай қалды». Сол сәтте бәрі түсінді. Қыз қасқыр жауды жеңу үшін емес, адамды адам қылу үшін келген еді. Егер бір күні әлсіз қорғалмаса, мейірім ұмытылса, онда дала тағы да оянады. Ал әзірге қыз қасқыр адамдардың ішінде өмір сүріп жатыр. Біреу баласын құшақтағанда, біреу жетімді қорғағанда, біреу қатыгездікке жоқ дегенде. Сол кезде ешкім қасқырды көрмейді. Бірақ бәрі сезеді. Аңыз аяқталған жоқ. Ол адамның жүрегіне көшті. Ал қыз қасқырдың соңғы ісі қарда да емес, жерде де емес, адамның жүрегінде қалды. Және дала сыбырлады: «Мейірім бар жерде. Мен оянбаймын». Құрметті менің көрермендерім, қазақша контентімді бағалай кетіңіз, қолдау білдіріп каналыма тіркеле кетіңіз.